Аппақ болып жатқан ақеркеге шошына қарап, мен жедел жәрдем шақырам деп телефоныма жабысып едім. Жігер, біз ауруханадан келдік. Ақеркеден кеше 2 кештің арасында қан кетіп, сонда барғанбыз. Өкінішке орай сәбиді сақтай алмадық, деді енем жыламсырап. Не, ақерке жүкті болған ба деппін. Иә, ол өзі де білмепті. Кішкентай ғана уақыт болған екен, деді. Не айтарымды да білмей қалдым. Көкірегім қарс айрылғандай болды. Неге маған хабар бермедіңдер? Неге бізге қоңырау шалмадыңыз? Анам дәрігер ғой, өз көмегін берер еді ғой, дедім ашуланып қатты дауыспен. Жігер, ашуланба. Мен жедел жәрдем шақырдым. Жетіп келді, жақын жерде Талғарға апарды. Есім шығып жүріп ұмыттым, деді енем қолымнан ұстап. Ұмыттым? Сонда қалай сіз қызыңыздың тұрмыста күйеуі бар екенін ұмыттыңыз ба? Қалай, деп қолын сілкіп жібердім. Ашуланба. Оған мен кінәлімін, есім шықты, бәрін ұмыттым. Құдағидың дәрігері екенін де ұмыттым. Кешірші, кешіре қойшы, деп еңкілдеп жылады. Мен ашуланып емес, мен жарыладыдай болып тұрмын. Ақеркеде еш жоқ, түсінікті. Мына сіз, білдей ұстаз, не оймен Талғарға апардыңыз? Деп тағы бірер сөз айтайын деп едім. Ақерке өкіріп жылап жіберді. Өзін жұлып, басын шайқап, ай, мен неге баламмен бірге өліп қалмадым, деп айқайлап жіберді. Сол сөзді естігенде кеудеме пышақ сұғып алғандай болып жүрегім шаншып кетті. Ако, олай деме, деп қасына отыра қалдым. Мен кінәлімін, мен баламды түсіріп алдым, мен өлуім керек еді, деп кеудесін ұрып жібергенде қолынан шап беріп ұстап алдым. Тыныштал жаным, тыныштал, болды, ешкім кінәлі емес, кешір, дедім. Анасы дәрі әкеліп берді. Ақерке ішіп ұйықтап кетті. Мен жанына кетпей отырып, әке болғанымды естімей жатып, баламнан айырылғаным жүрегімді қанжылатса да, Ақеркеден айырылып қалмауым үшін мен жанынан кетпей отырмын. Әке болғанымды естімей жатып, баламнан айырылғаным жүрегімді қанжылатса да, Ақеркеден айырылып қалу мүмкін деген үрей зәремді ұшырды. Кешке Ақерке басын көтеріп, ас ішкен соң, Ако, жүр, үйге барайық. Анам қанша дегенмен дәрігер саған қарайды, деп едім. Ақерке жылап жіберді. Мен қай бетіммен барам? Мен олардың немерелерін түсіріп алдым. Аман алып қала алмадым, деді. Қалай қай бетіңмен дегенің не? Кәдімгідей барасың. Анам сені күтіп қарайды. Олар бәрін түсінеді, деп едім. Жоқ, мен бармаймын, бара алмаймын, деп еңіреп қоя бердім. Жігер, сен түсінші, Ақеркеде стресс, бүгінге осында болсын, ертең кешке алып кетерсің, деп анасы иығымнан ұстады. Оған күтім дейтіндей қатты күтім керек емес. Дәрілерін жеді, ең бастысы тыныштық керек. Сендердікіне барған соң, ол өзін кінәлі санап, одан ары ауырып қалады, деді. О тәубе, осындай да болады екен-ау, деп кетіп бара жатыр едім. Жігер, сен мүмкін ата-анаңа Аконың баласын түсіріп алған айтпай-ақ қоярсың. Олардың жүрегін босқа ауыртпа дегенім ғой, деді енем мүләйімсіреген жанашыр дауыспен. Сонда Ақерке қайда десе не деймін, дедім ызам келіп. Мені ауырып қалды де, мамасына қарап жатыр де. Сен тыңда, анаң мен әкең көп балаларынан айырылған. Сен немересінің түсіп қалғанын айтсаң, олар ауырып қалулары да мүмкін. Сосын әрдайым шошитын болады. Ақерке де соны уайымдайды, деді. Менің өзіме қаншалықты ауыр тиіп тұрғанын сезіне тұрып, әке-шешемді аяп кеттім. Басымды изеп үйіме келдім. Екі көздері төрт болып күтіп отырған әке-шешеме өтірік айттым. Сол жатқаннан Ақерке анасының үйінде бір ай жатты. Күнде өтірік айтып ақталып мен жүрдім. Қой, құдағидың қалын сұрауға барайық десе, оған жібермедім. Ол кісіге ешкім кірмейді екен, жүйкесі ауырады екен, әбден жақсарғанда барарсыздар, түсініңіздер, дедім. Сол енемнің үйретіп жатқанын айтып, әке-шешемді сендірдім. Біздің кәсіпорын Шымкент қаласынан бөлімше ашып, сол жерге бір айға баруым керек болды. Ақерке анасының қасында қалып, мен кеттім. Телефонмен хабарласып тұрдық. Бір айдан соң келсем, Ақерке жоқ. Жігер, Ақерке бір күн болды, үйге келмеді. Сабақтарымды жабамын, құрбымның қасында боламын деп кеткен. Келмеді, деп енем көзі жыбық-жыбық кетеді. Бүкіл курстас құрбыларын іздеп тауып сөйлестім. Ешкім білмейді. Полиция емхана қалдырмадым. Жоқ. Тағы не болып қалды, Ақерке қайда, деп бір апта іздедім. Жоқ. Енемді сұрақтың астына ала берем. Ол еңіреп жылап ештеңе білмейтінін айта береді. Іздеу салып жан-жаққа хабар беріп, тыным таппаймын. Ол күн дегенде 10 күн дегенде түсініксіз нөмір қоңырау шалып тұр. Алло, кім екен, дедім мен. Жігер, бұл мен, деген Ақеркенің даусы. Жаным, сен қайдасың, деп жүрегім алып ұшып кетті. Жігер, мен сенен кеттім. Мен шетелдемін, мені іздеме, менің анамның бауырларымның мазасын алма, деді. Ақерке, сен не деп тұрсың? Қайдағы шетел? Сені біреу алып кетті ме? Дедім зәрем ұшып, өз құлағыма өзім сенбей. Мен өзім кеттім деп
айтып тұрмын ғой, неге тыңдамайсың? Мен өзім сүйетін адамды таптым, өзім еріп кеттім. Ал балаңа келсек, ол кедергі болған соң мен дәрі ішіп өзім түсірдім деген сөздерді естіп тұрып сенбей тұрмын. Ако, болды, қорқытпашы, айтшы, қайдасың? Мен сені алып кетейін, мен саған ұрыспаймын, әке-шешем де сұрақ қоймайды. Айтшы, қайдасың деймін. Сен не, жындысың ба? Неге айтқанды ұқпайсың? Мен Швейцариядамын, сенен кетіп басқа еркекке қатын болдым, болды. Анамның мазасын алма, сөйлеме, сәл аяқтанып алған соң оларды да алып кетемін, деді де тұтқаны қоя салды. Алло, Ақерке, алло, тыңдашы, алло, деп тұрып қалдым. Номерді қайта бассам терілмей өше береді. Ақерке, Ако, Еркетай, болды, қойшы, еркелемеші, деп есі ауысқан адам болып жол шетінде тоқтап тұрып қалдым. Ақеркенің әр сөзін қайта есіме түсіремін. Мен өзім сүйетін адам таптым деді ме? Өзім еріп кеттім деді ме? Баламды дәрі ішіп түсірдім деді ме? Бала кедергі болды деді ме? Швейцариядамын деді ме? Басқа еркекке қатыны болдым деді ме? Деп өз құлағыммен естіген сөздерге өзім сенбеймін. Түк түсінбеймін. Көлікті тез Ақеркенің анасының үйіне бұрдым. Асығыс басып үйге кіріп келдім. Руслан Артурға тамағын бергелі тұр екен. Артур ыржиып қолын көтерді. Руслан қабағын түйіп ойланып қарап тұр. Алма Таңатар қызы қайда, дедім. Мамам әлі келмеді, деп Руслан жауап берді де тарелканы Артурдың алдына қойып қолына қасық ұстатты. Сен бері келіп кетші, дедім. Сыртқа шықтым. Руслан қасыма келгенде не айтарымды білмедім. Таңдайым зіл батпан болып, тілімді басып қалғандай басымда мың ой. Біресе Ақеркені ойнап отырған болар, қорқытқысы келген шығар, десе келесі ой бәрі бітті, ол қашып кетті, деп мазам кетті. Руслан бетіме үрейленіп қарап, Ақерке табылды ма, деді. Мен ашумен оған атылардай ентелеп келіп тоқтадым. Руслан 15 жасар бала, бұның не кінәсі бар, деген ой тоқтатты. Басымды көтеріп айтатын десем тілім бармайды. Өзегім өртеніп барады. Кімнен өшімді аларымды білмей, жер тепкілеп біресе жардырам, біресе ағаш тұрдым. Русланның есі шығып, үйге тез кіріп есікті жауып алды. Мен құр деп айқайлай бердім. Көлігіме отыруға жылдан басып бара жатыр едім. Алдымнан әкем шыққанда сескеніп тұрып қалдым. Ол сондай бір аянышты көзқараспен қарап, мені құшақтап алды. Әке жібер, дедім де тізем бүгіліп жерге отыра кеттім. Әкем құшақтаған күйі жерге отырғызбай көлікке әкелді. Есігін ашып, артқы орындыққа отырғызды. Мен қисайып жаттым. Өмір сүргім келмейді кетті. Ештеңе естігім келмейді, ештеңеге сенгім келмейді. Тек Ақерке деп бар даусыммен айқайлаймын. Басым солқылдап, көзім қарауытып, кеудем бос болып қалғандай күйін кештім. Қалай үйге келдік? Көліктен қалай түстік? Ұйықтаймын. Өмір сол Ақеркемен қоңырау шалғанда тоқтап қалғандай. Түк ұқпаймын, түк естімеймін. Мені тастап кетті. Басқаға кетті. Бәрі бітті, бәрі өшті, өмірдің еш мәні болмай қалды. Саған сыңар болып туылдым деген Ақеркем кетті, мені тастап кетті. Апта жаттым, ай жаттым, ойымнан еш кетпейді. Әдемі мөлдірген көздері, таптаза аппақ беті, ұзын шашы, талдырмаш бойы, нәзік саусақтары, бәрі көз алдымда. Үміт үзілмейтін үміт. Ақеркені сүйетінім соншалық, ол өзі құлағыма айтқан бір сөзінде сенбеймін, күтемін. Сырттан біреу келсе, ол туралы бір хабар әкелді ме деп елеңдеймін. Әкем талай ақылын айтты, мен естімеймін. Анам да бейшара көз жасын көл етіп өз-өзіме келуімді сұрайды, тыңдамаймын. Сол күні әкем мені енемнің есік алдынан іздеп барып әкелгенің себебі Ақерке анама SMS жазып жіберген екен. Мен өз бақытымды тауып ел асып басқа еркекпен кеттім. Жерге ие болыңыздар, оған қоңырау соғып қазір айттым. Анамның мазасын алмаңыздар, депті. Анам шошып әкеме көрсетіп, әкем мені Ақеркенің есік алдынан тапқан болатын. Сол SMS-ті көрсетіп Ақеркені ұмыт десе, мен оны біреу алдап алып кетті, оған зорлықпен жазғызып, зорлықпен айтқызды, дедім. Халықаралық іздеу салуға дейін бардым. Ақыры Ақеркенің өз еркімен шетел азаматымен бас қосқанын, тегін ауыстырғаны белгілі болды. Біз заңды некеде емес едік. Ақерке куәлігін жоғалтып, әне-міне деп жүргенбіз. Ақша да жоқ болып, сонымен бір күні некеге отырамыз деп қоя салғам. Сөйтсем ешқандай да куәлік жоғалмаған. Ол әдейі некелеспеген екен. Некеде болса шет ел асу үшін менің рұқсатым керек екенін білген. Ажырасып әуреге түсудің амалын қарастырған екен. Бірге еріп кеткен жігітпен 2 жыл таныс болыпты. Сол Инияздың шетелдік студенті екен. Ол оқуын аяқтаған соң еліне оралған. Ақерке бірге кеткен. Бір сөзбен айтқанда, алдын ала құрылған жоспар болған. Ол да анықталды.
Таңдаған тазға жолығады дегеннің нағыз өзі болды. Мен топырлаған қыздардың бірін жақтыртпай, бірі менсінбей, енді біріне үміт сыйлап, сосын айнып, жылап, сүйем деген қыздарды күлкі қылып жүруші едім. Ең әдемі, ең ақылды, ең пысық, түсінігі мол, еңбекқор, бауырмашыл, жанашыр, үнемшіл деген Ақеркем есесіне ұятсыз, пайдақор, арам, алаяқ болып шықты. Мен жылдар өтсе де қыздарға деген сенімнен айырылдым. Көп қиналдым, тек ата-анамды аяғаннан әрең өзіме келдім. Шындық жерде қалмайды екен, уақыт өте келе құпия ашылады екен. Алаяқтың үлкені анасы екен. Алма Таңатар қызы 2 жылдан соң Руслан мектепті бітіргеннен кейін шетелге көшіп кетті. Артурдың мүгедектер үйіне өткізіпті. Оны кейін естідім. Құдаласу кезінде ата-анам шашылғандай-ақ шашылған екен. Алым салықты өкіртіп аямай салыпты. Алтынды да 15-ін алғызыпты. Норкадан 4 түрлі тон, үкісін бөлек, ана сүтін бөлек, әке күші, ауыл көрімдігі, қалың малы, ол заманда ешкім бермейтін миллион беріпті. Аямай үйіп төккен екен, әке-шешем бәрін тауып беріпті. Бір менің бақытым үшін аянып қалмапты. Біраз қарызға да кіріп кеткен екен. Мен сырымды ата-анама айтпай, ата-анам маған айтпай, біз жақсылап шығындалыппыз. Ол шығынды Ақеркенің анасы өз ойымен жасатыпты. Шетелге көшу анасының баяғыдан арманы болған. Сол себепті қызына шет тілін оқытып, сол жерден жігіт табуын қадағалаған. Қызының артынан жасау әкелмендігіне ағайын жұрт таң қалса да, әке-шешем сөз қылмаған еді. Жалғыз басты мүгедек баласы бар әйел қызын оқытты, әлі оқытар ұлы бар деп қоя салған. Басында шетел жігітімен дос болып қана жүріп, Ақерке маған шын ғашық болып тұрмысқа шығуын шықты. Кейіннен анасына жиі барғыштап жүріп, ойы бұзылып, өз бақытынан айнып, ана арманын орындауға көшкен. Сол оймен менің өмірімді тасталқан қылды. Махаббаттың құдіретті күшін, сүйіспеншілікті күл-талқан етті. Анасының айтқанына көнді, анасының айтқанымен жүрді. Мен 3 жылдан соң әке-шешемді жылатпай кездескен, көңіл қосқан қызды көп ойланбай келіскен соң алдым. Қазір бір қыз, бір ұлым бар. Әлі де балаларым болар. Ал махаббат жоқ, сүйіспеншілік жоқ, тек сыйлаймын. Осылай қыздарының бағына балта шабатын алаяқ аналарды түсінбеймін. 10 жыл өткен соң Ақерке WhatsApp нөмірімді тауып хат жазыпты. Өмірдегі алғашқы және соңғы махаббатым сенсің. Сенің алдыңда кінәлімін, кешірім де сұрай алмаймын. Сұрағыммен сен кешірмейсің. Мен өмір сүре білдім деп ойлаушы едім. Мен өмір сүре білем деп ойлаушы едім. Ақылдымын деуші едім. Енді нағыз ақымақ екенімді түсіндім. Мен сорлы анама жаным ашып, өз махаббатымды, болашағымды құрбан еттім. Анамның бақытсыз өмірін бақытты етем деп ойладым. Ол менің міндетім деп ұқтым. Ал сені ойламадым. Сен мені тез ұмытасың, әлі-ақ бақытты боласың деп қана шештім. Құрсағыма біткен баламды еш аяушылық танытпастан өмірін тоқтаттым. Одан соң мен басқа бала сүйе алмадым. Ол өз кінәм. Мен адамды кінәламаймын. Ол кісі тек өз арманына жетуіне бар мүмкіндік жасады. Мен соған көндім. Енді міне, жылдар өткен сайын соның бәрі бекер болғанына көзім жетті. Анам қартайып барады. Шетелде шалқып өмір сүру үшін қаражат керек. Оның несіне жасырайын? Сенен алған ақша бізге айналымға 5 жылға жетті. Інім мен анам тіл үйреніп шет елге сіңуі қиынға соқты. Міне 10 жылда өте шығыпты. Арпалыспен жүрген 10 жыл. Енді қалған өмірім өкінішпен өтер. Сенен өтінерім, мен елге оралсам, ең құрығанда сәлеміміз түзу болсыншы. Мен сенімен жолыққым келеді. Сені көргім келеді. Мен сені ұмытпадым депті. Хат орысша жазылған еді. Хаттың бас жағын толқыныспен оқып отырып, аяқ жағын оқығанда тіпті жиіркендім. Сонда бұл Ақерке не қалайды? Енді келіп айрандай үйіп отырған отбасымды бұзбақ па? Мен өз сезімде әлі қорқам. Егер оған басында қызық көріп жолықсам, аяғы айырыла алмай қиналам ба деп те ойлаймын. Жаралы жүректің қандай екенін білмейтін адам оны ойын деп ойлай ма? Неге Ақерке менің әлсіз жаралы жүрегімді одан ары жаралағысы келеді? Сонда Ақерке қандай адам болды? Ол шын сүйе білмеген болып тұр ғой. Анам дегенмен өзі де сондай қиын адам болғаны ма? Шешесін көріп қызын ал деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Мен Ақеркенің отбасы туралы біраз ақпарат жинадым. Естуімше, Артур үйдегі бір кикілжіңде зақым алған екен. Анасы ашумен лақтырып жібергенде қатты соққы алып, содан осындай мүгедек болып қалған дейді. Ақеркенің әкесі тәуір-ақ ақылды азамат болған деседі. Бір түнде асылып қалады. Сонда Ақеркенің анасы ешкімге жаны ашымайтын жан ба? Басқа өмір, шет ел деп армандап жүріп, бәрін таптап, қопарып, өлтіріп, жұтып жүріп кетті ме? Қызын да дәл өзіндей жасады. Мүгедек баласын іздемейді. Қазақтағы қасыңдағының тапшысы ұрады деген
дәл сол болды. Ақерке анасымен жүріп өз арманына жету үшін бәрін таптап өтпекші. Жылы сөз айтып, мені қайта өзіне қаратып, өз мақсатына жетсе болды ма? Ал менің бала-шағам, ата-анам оны ойландырмайды. Елге не үшін келетінін нақты біледі. Қойған мақсаты бар. Қайран махаббат. Қайран менің үзілмеген үмітім, сезімім жаралы болған аздай. Енді қор болмақ па? Рас, осы 10 жылда мен Ақеркемен болған тәтті әр сәтімді есімнен шығара алмағам. Кейде әйелімді де салыстыратыным бар еді. Мен оны сағынатынмын, аңсайтынмын, әр сәтті есіме түсіріп аласұратынмын. Сол сәттерді ойласам күйіп жанатынмын. Сол жан күйзелісімді өшіре алмай жанталасатынмын. Ақеркеден алған ләззатты неге екенін білмеймін, әйелімнен ала алмайтынмын. Сол үшін күйзелетінмін. Егер ол келсе қалай болады, оны көріп қалсам қалай болады деп те жиі ойлайтынмын. Енді сол ойымнан қорқатын болдым. Өз жан күйімді түсіне алмай дал болып жүрмін. 36-дан асып барамын. Неге мен оны жек көріп кетпеймін? Неге бұл махаббат өшпенділікке айналмайды? Хатына еш жауап жазбай, нөмірді бұғаттап, жазғанын өшіріп тастап, келіншегімді құшақтадым. Ал жүрегімде бір үрей мен өкініш бар. Ұйықтап жатқан мені анам бекер оятқан-ау. Сол күні Ақеркені көрмесем, онымен таныспасам, өмірім дәл осылай қор болмас еді. Жоқ, анам кінәламаймын. Сонда да сол сәтте бекер ояныппын. Осы 10 жылда мен үйленіп балалы болып қана қоймай, мансабымда өсіп, білдей мекемеде жоғары лауазымды қызметкер болдым. Табысымда мол, сый-құрметте бар. Әкем зейнетке шығып бау-бақшамен айналысып кетті. Өзіне ол бермей қатты ұнайды. Анам жұмысында жүре берді. Аз уақытта ол кісі де зейнетке шығады. Әйелімнің әкемнің көмегімен әкімшілікке жұмысқа кірген. Ол да өз ортасында сыйлы. Қызым 1-ші сыныпқа барып, ұлым балабақшада. Ақеркенің сол хатын өшіріп тастасам да, мен жеңілдене алмадым. Одан тағы хабар күттім. Бекер өшіріп, бекер бұғаттадым деп уақыт өте телефонымды ақтара беретінді шығардым. Ей жігер, сен еркексің бе, кімсің? Сені тастап кеткен әйелді неге сағынасың, неге күтесің деп өз-өзім ұрсамын. Намыстанған болып оны жек көрген болам. Бірақ сәл бір тыныштық орнап, қиялға бөленсем, Ақеркені армандап отырғанымды өзім байқамай қалам. Оның анасы жолдан тайдырды ғой. Негізі ол мені сүйеді ғой деген ой торлады. Арада жыл өтті. Болды, Ақерке Қазақстанға келмейді. Мені ұмытты деп жүргем. Жұмыстан шығып, көлігіме отырып, кеңсемнің айналасынан бұрыла бергенімде, көзіне көзілдірік таққан, сәнді стильде киінген, арық келбетті мүсінімен ақ сұр шашын иығынан төмен жайған қыз көлігімді өтіп тоқтатты. Мен тоқтап тереземді түсіріп едім, ол есігімді ашып отырып, күліп бетіме қарады. Көзілдірігін шешпеді. Қарындас, сізге не керек? Дедім аң-таң болып. Сен керексің жаным деп, көзілдірігін шешіп, мөлдіреген көзімен қараған Ақеркені көрдім. Жүрегім қатты соғып, өз-өзіме өзім сенбей қарап қалыппын. Ақерке еш өзгермеген, керісінше жасарып кеткендей, сұлуланып кеткен. Мен өткен жолғы хатында азып тозған қартайған Ақеркені елестетіп жүрсем, алдымда жылтырақ журналдағы ару отыр. Менде тіл жоқ. Мен тілімді жұтып қойғандаймын. Жігер, жүрейік, басқаларға кедергі жасап тұрмыз деп арт жақты көрсетті. Арт жаққа айнадан қарасам, көлік жиналып қалыпты. Тез қозғалып кеттім. Ақеркеге қайта-қайта қараймын, сөз жоқ. Жігер, алдымыздағы айналмадан оңға бұрылшы деді. Мен үнсіз оңға бұрылдым. Тағы да оңға, енді сол жаққа. Осы жерден орын тауып көлігіңді қойшы деді сыпайы нәзік дауыспен. Айтқандарын толық жасап көлікті тұраққа қойдым. Ақерке күлімдеп бетіме қарап отыр. Шығайық деп тез сыртқа шықты. Мен де шықтым. Ол көлікті айналып келіп қолымнан ұстап жүр деп жылдам басып подъезге кіріп 3-ші қабатқа көтерілдік. Ақерке пәтер есігін жылдам ашты. Мен есік көзінде ойланып тұрып қалып едім. Кірсеңші деп қолымнан тартып кіргізді. Неге екенін білмеймін, менде сөз жоқ. Есіктен кіріп босағаны тұрып қалдым. Ақерке есікті тез жапты да маған жалт бұрылып мойныма асылып кетті. Көзімен іші бауырыма кіріп барады. Ақерке, сен деп едім, ештеңе сұрама, сөйлеме деп еріне жабысты. Үрей аралас қорқыныш тұрса да Ақеркеге деген сағынышым билеп кетті. Жерден ұшып көкке жетердей болып, жүрегім алып ұшып, өне бойым қозып, өзіме ие болмадым. Бір таңғалғаным, Ақеркемен кездесіп жатып бұрынғыдай еш ләззат рахат алмағанымды ұқтым. Ол мұң құбылып бар өнерін салса да, мен сүйген, мен өліп өшкен Ақерке емес, мүлдем басқа жан. Сол сәтте ғана мен жан дүниеммен одан жеркендім. Одан суындым. Ол тұрып жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Мен өзімнен өзім жеркеніп,
Тез киіне бастадым. Енді есікке беттеп едім, жуынатын бөлмеден Ақерке шықты. Бір кездегі сары көйлегі сияқты, үстіне әдемі жұқа сары халат киіпті. Алдын жаппаған жалаңаш денесі анық көрініп тұр. Мен бетіне қарап тұрып қалдым. Ол неге асықтың деп жымиып жақындады. Халатының алдын белімен буып жапқан болды. Мен білгеннен шап беріп ауыртып ұстап, сен не істеп жүрсің, неге келдің дедім. Жігер, қолымды ауырттың, жіберші деп майысып кетті. Диванға итеріп жібердім де, жауап бер, немені аңдып жүрсің бе дедім. Мен тек сені сүйемін, тек сені дей бергенде шапалақпен тартып жібердім. Ол бетін ұстап диванға құлай кетті. Сорлы, сен сорлы сүю дегенді білесің бе дедім төніп. Ол маған үрейі ұша бүрісіп қарап жатыр. Қолынан тартып отырғыздым. Көзі бақырайып шошығаны анық көрініп тұр. Сен не, шетелде сериал көргеннен басқа түк істемегенсің-ау деймін. Не менің алдына шығып, бар өнеріңді көрсетсең бітті. Жігер құлайды деп ойладың ба? Дедім бет-аузымды тыжырайта жеркене сөйлеп. Ақерке сұрланып кетті. Не сары көйлек киіп есімнен тандырам деп ойладың ба дедім көйлегін жұлқылап. Ақерке көйлегін тартып боп-боз болып кетті. Ей, сен кімсің? Анау көшедегі қаншық кім? Сендердің не айырмашылықтарың бар дедім. Ақеркенің қабағы түйіліп, тамырлары көрініп, орнынан ұшып тұрды. Не айтпағың бар дедім білегінен қайта шап беріп жұлқылап. Оның көзі жан-жаққа жүгіріп, не дерін білмей қалды. Қаншық деп диванға қайта итеріп жібердім де есікке беттедім. Ол жылдам ұшып тұрып, жүгіре басып есікке көлденеңнен тұрып алды. Ұрам десең ұр, өлтірем десең өлтір, мен сол үшін келдім деп басын селкілдетіп, екі қолын екі жаққа жайып тұр. О, сорлы, армандапсың. Саған қолымды былғамай-ақ қойдым. Мен өзімді сенен жоғары ұстайтыным соншалық, сенімен осы жолыққаныма жеркеніп тұрмын дедім. Өтірік айтпа, бағана сен жеркенбедің деді зілді дауыспен. Иә, бағана бір құмарымды бастым. Сөнбей мазамдалып жүрген сағынышым еді. Сол басылды, сөнді, өшті дедім. Жаным, саған не ұнамады? Бәрі керемет болды ғой, мен сездім ғой деп қайта мойныма асылмақшы бол еді. Қағып жібердім де есікті серпіп итеріп ашып сыртқа беттедім. Сен маған ренжулісің, сен маған өкпелісің, оның жөн, жаным, сен ертең кел, мен сені ертең күтемін деді. Ой, бейшара дедім де төмен жүгіре басып кетіп барам. Жаным, мен осы пәтерде бір апта болам. Мен білем, сен келесің, сен мені әлі сүйесің. Мен оны сездім, мен сенің махаббатыңмын деп айқайлап қалды. Махаббаттан садаға кет деп айқайлап, мен де сыртқа шықтым. Денем жеңілдеп, тынысым кеңейіп, бойымнан бір жүк түскендей болды. Өзімнен өзім үйіме асықтым. Ата-анамды, әйелімді, балаларымды көргім келіп кетті. Көкбазар тұсында келгенде киім сататын дүкенге кіріп, үстімде ауыстыратын киім алдым. Қаладан шыға берісте монша бар еді. Соған кіріп, толық жуынып, киімімді толық ауыстырып, бір серпіліп, жаңа туылғандай болып үйіме жеттім. Көлігімнен түсе салып үйіме асыға кірдім. Анам мен әйелім ас бөлмеде, әкем диванда ұлыммен отыр екен. Қызым арғы бөлмеден папа деп жүгіріп келді. Қызымды көтеріп алып, бүгін бірінші рет өз үйіме, өз отбасыма келгендей болдым. Әйелім қолынан орамалмен сүртіп, әдетінше баяу келіп, қош келдің деп жай қарап тұр. Әйелімнің жүзіне қарап алғаш рет сұлулықты көрдім. Ашық маңдай, сопақша бетті, қиылған ұзынша қалың қасы, қарақаттай қап-қара көзі, үшкірленіп келген қыр мұрны, жұқа қызыл ерні сәл жымияды. Еріксіз екі аттап қасына барып, маңдайынан сүйдім. Ол селк етіп, қызарып, жан-жағына қарады. Рахмет саған, жаным дедім құлағына сыбырлап. Әйелім ұзын кірпіктерін қағып-қағып бетіме таңырқай қарап, ас бөлмеге кіріп кетті. Әкемнің қасына отырып, әкеме қарап, әке, мен бақыттымын дедім. Кеудемнен бұл сөз толып шықты. Жүрегімді жарып, жаңа толқыныспен айтылды. Әкем бас изеп, немересінің басынан иіскеді де, бара ғой әкеңе, бар деп маған итерді. 2,5 жасар ұлым мен күнде мейірленіп еркелетпеген соң келе қоймай атасына жабысты. Мен күлдім де басынан иіскеп өз бөлмеме кеттім. Сонша секенденген қорқынышым, үрейім су сепкендей басылды. Құлай сүюдің өзі де қорқынышты екен ғой. Егер де Ақерке сәл басқаша жолығып, алдымен менің жанашыр сезімімді оятып, жақындаса әлде қалай болар ма еді. Оның бұл тәртіпсіз қылығы менің көкірегімді оятқандай болды. Менің бейшара махаббатым басқаны күтті ме екен? Оны өзім де ұқпаймын. Әйтеуір сол ауыр жүктен сол мезетте құтылдым. Сол махаббат дәл сол уақытта өлді-ау деймін. Кейін естідім, Ақерке сол кезде інісі Артурдың қазасына келген екен. Сонда ол қазаға келіп тұрып менімен жасаған анау.
Ол адам ба? Ол адам емес. Артур марқұмды 10 жыл бұрын мүгедектер үйіне өткізгеннен кейін өз-өзін тастап жіберіпті. Алдымен жүруден қалыпты, мүлдем сөйлемейтін болыпты, кітапта оқымай өмірден бас кешіпті. Не анасы, не әпкесі, не ағасы сол 10 жыл бойы бір іздеп келмепті. Олар өз өмірлерін сүріпті. Соңғы айларда нашарлаған соң хабар берген екен. Өлген күні Ақеркенің жеткен түрі. Ол бауырым деп келмеген, маған аян. Жәрдемақысынан қалған ақшасын жинап алып, мені бір апта пәтерде күтіп, сосын кетіпті. Мен әйелімнің көзіне шөп салсам да, сол бір кездесудің менің бойымдағы сағынышты сөндіргеніне шексіз ризамын. Бұл махаббат, бұл сезім адамды өлтіріп те жібереді екен-ау. Жас кезімде қыз үшін асылып қалыпты, жігіт үшін дәрі ішіпті дегендерді естігенде не көрініпті деуші едім. Ал өзім 10 жыл бойы тастап кеткен Ақеркені еркімнен тыс сағынып, аңсап армандағаныма маған бой бермей кеудемді ауыртқанына, түсіме кіріп қанжылатқанында сүю қаншалықты ауыр екенін ұқтым. Бірақ сүйген адамның соған тұрарлық болса ғой, сол сезім жаулап алған соншалық адам торынан шыға алмайды екен. Мен сол тордан шықтым, жаңа өмір бастадым. Жігердің сәлемі. Құрметті оқырмандар, менің оқиғамды оқып, пікірлеріңізді жаздыңыздар. Баршаңызға үлкен рахмет. Басында адал махаббатқа сүйсініп тілеулес болдыңыздар. Енемнің іс-әрекетінен шошып екеумізге бақыт тіледіңіздер. Ақерке тастап кеткенде менімен бірге қайғырып қиналдыңыздар. Ол қайтып келгенде менің қосылуыма бармауыма кеңес беріп, жан-жақтан жылы сөзбен қатар намысыма тигізер сөздерді тигізіп айтып ақылға шақырдыңыздар. Бұндай жағдайды дұшпаныма да тілемеймін. Қайта Құдайдың көзі түзу болып, маған керемет ақылды қызды жар етті. Әйелім өте керемет, адами қасиетке мол, жанашыр, мейірімді балажан адам. Мен бақыттымын. Сіздердің пікірлеріңізде де талай сұмдықтарды оқыдым. Ол шындық. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.